Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Математика пәнінен онлайн сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта саған 3 сынып математика оқулығы, жазба дәптері, карандаш, қалам, түрлі түсті карандаш, өшіргіш, сызғыш, ұштағыш қажет болады. Сабағымызды бастаймыз. Психологиялық ахуал тудыру мақсатында тақтаға назар аударайық. Назарларыңызға шашылған әріптер жаттығуын ұсынамын. Балалар, берілген шашыраңқы әріптерден сөз тіркесін құрап көріңіздер. Сізде қандай сөз пайда болды? Шашыраңқы әріптерден шыққан сөз тіркесі іске сәт. Мен де бүгінгі сабақта сіздерге сәттілік тілеймін. Балалар, тақырыпты ашу мақсатында ребусты шешіп көрейік. Суретте нені көріп тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар. Бірінші суретте мысық, екінші суретте ыдыс, үшінші суретте аң бейнеленген. Ребустың жауабы мың. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мың көлеміндегі сандар, тірі табиғат. Бүгінгі сабақта сен үш таңбалы сандарды оқуды, жазуды, салыстыруды және қарапайым теңсіздікті шешуді үйренесің. Мың сөзін үш тілде айтып көрейік. Менің артымнан қайтала. Мың, тысяча, thousand. Тағы да қайталаймыз ба? Мың, тысяча, thousand. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыздың қосалқы тақырыбы тірі табиғат болғандықтан, қанекей балалар, жанды табиғат дегеніміз не? Сұраққа жауап беріп көрейікші. Дұрыс айтасың. Жанды табиғатқа нелер жатады? Жарайсыңдар, балалар. Балалар, ребусымызға қайта оралайықшы. Суреттерде жанды және де жансыз табиғат денелері көрсетілген. Мысық жанды табиғатқа жата ма, әлде жансыз табиғатқа жата ма? Дұрыс айтасыңдар, мысық жанды табиғатқа жатады. Ал келесі ыдыс жанды табиғатқа жата ма, әлде жансыз табиғатқа жата ма? Әрине, ыдыс жансыз табиғатқа жатады. Және де соңғысы аң, бұл жанды табиғатқа жата ма, әлде жансыз табиғатқа жата ма? Керемет! Аң жанды табиғатқа жатады. Жанды табиғат туралы білімдерімізді еске түсіріп болсақ, онда келесі тапсырмаға көшейік. Суретке мұқият назар аудар. Суретте қарама-қарсы бағытта жүріп келе жатқан жеңіл машина көрсетілген. Көліктердің бірі өсу бағытымен, біреуі кему бағытымен, яғни керісінше жүріп келеді. Ал енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Сен 100-ден кейін қандай сан тұрады деп ойлайсың? Әрине, 100-ден кейін өсу бағытымен 101, 102, 103 сандары орналасады. Бұл сандар неше цифрмен жазылған? Дұрыс айтасың, бұл сандар 3 цифрмен жазылған. Сен осындай сандарды қалай атауға болады деп ойлайсың? Жарайсың, бұндай сандарды 3 таңбалы сандар деп атайды. Түсіп қалған сандарды атай аласың ба? Сонымен дұрыс. 610, 611, 612 және де 613. Жарай. Балалар, сіздер суретке байланысты сұрақтарға жауап бере отыра, 3 цифрдан құралған сандарды 3 таңбалы сандар деп атайтынын еске түсірдіңіздер. 3 таңбалы сандар деп 100-ден 999-ға дейінгі сандарды атаймыз. Олар 3 цифрмен жазылады. 3 таңбалы сандар 3 разрядтан құралады. Бірліктер, ондықтар және жүздіктер. Разряд деп бұл санды жазу кезіндегі орнын айтады. Айтылған мәліметті бекіту мақсатында конверттегі сұрақтар тапсырмасын
орындайық. Алдымен сандарға мұқият назар аудар. Тақтада берілген сандар 130, 240, 600. Бірінші конверттің сұрағы. Бұл қандай сандар? Жауабың дайын ба? Дұрыс айтасың. Бұл 3 таңбалы сандар. Екінші конверттің сұрағы. 3 таңбалы сандар неше разрядтан тұрады? Дұрыс айтасың. 3 таңбалы сандар 3 разрядтан тұрады. Үшінші конверттің сұрағы. Сендер күнделікті өмірде 3 таңбалы сандарды қай жерлерден көріп жүрсіңдер? Дұрыс айтасыңдар. 3 таңбалы сандар магазин сөрелеріндегі заттардың құны, немесе халық санағы, немесе өсімдіктердің түрлері, басқа да жағдайларда кездеседі. Балалар, бастапқыда көрсетілген сандарға назар аударайықшы. 130 дегеніміз Қазақстан мемлекетінде тұрып жатқан түрлі ұлттар саны. 240 дегеніміз Қостанай қаласының алып жатқан ауданы. 240 километр квадрат. Ал 600 дегеніміз елімізде кездесетін дәнді дақылдардың түрлері. Балалар, сұрақтарға дұрыс жауап бердіңіздер. Менің ойымша тапсырмаларға көшетін уақытта таяп қалды. Бірінші тапсырма. Берілген сөздерді пайдаланып, барлық 3 таңбалы сандарды құрастырып жаз. Олардың ең үлкенін және ең кішісін анықта. Сандардың разрядтық құрамын ата. Берілген сөздер 600, 300, 70, 90 және 8. Берілген тапсырманы орындап болсақ, онда тексерейік. Өзіңді тексер. Пайда болған сандар көрсетілген 600, 300, сонымен қатар 608, 308. Сандар тізбегіндегі ең үлкен сан бұл 608, ал ең кіші сан 300. 600 санында 600-дік, 300 санында 300-дік, 608 санында 8 бірлік 600-дік, 308 санында 8 бірлік 300-дік. Екінші тапсырма. Жанды табиғатқа жататын суреттерді есінде мұқият сақтап ал. Ендігі кезекте номерлеріне назар аудар. Жанды табиғатқа жататын суреттер қандай номерлердің артында орналасқан? Атап көр. Дұрыс айтасың. Номер 2, номер 3 және номер 4. Жанды табиғаттың тапсырмаларын орындайық. Бос орындарға тиісті сандарды жаз. Өзіңді тексеріп көр. 200-тен 200-дікке, 900-тен 900-дікке, 400 килограммтен 4 центнерге, 700 килограммтен 7 центнерге, 100 килограммтен 1 центнерге, 1000 килограммтен 10 центнерге. Үшінші тапсырма. Үлгіде көрсетілгенде шығар. 200 бен 100-дің қосындысы 200-дік пен 100-діктің қосындысына тең. 1000 мен 100-дің айырмасы 10-жүздік пен 100-діктің айырмасына тең. Өзіңді тексеріп көр. 900 бен 100-дің айырмасы 900-дік пен 100-діктің айырмасына тең. 900 бен 100-дің қосындысы 900-дік пен 100-діктің қосындысына тең. 400 бен 500-дің қосындысы 400-дік пен 500-діктің қосындысына тең.
800 бен 200-дің айырмасы 800 пен 200-дің айырмасына тең. 1000 мен 800-дің айырмасы 10 пен 800-дің айырмасына тең. 700 бен 200-дің айырмасы 700 пен 200-дің айырмасына тең. Жарайсыңдар балалар. Балалар түрлі тапсырмалар орындап, шаршаған боларсыздар. Ендеше бойымызды сергітіп алайық. Шығармашылық тестті орындайық. Балалар, бұл тесттің ерекшелігі жауаптары түрлі түстермен белгіленген. Дәптерге тесттің жауабын дұрыс жауабына сай түспен дөңгелек салу арқылы белгіленіздер. Бірінші сұрақ. Табиғат жаны нәзік жаратқаннан. Жауапсыздық келтіреді оған нұқсан. Адамдар немқұрайлық танытпаса, байлығын төгіп берер асып тасқан. Өлең не туралы? А. Табиғат. Б. Адам. С. Мектеп. Дұрыс жауабы А. Табиғат. Екінші сұрақ. Қатарды тағы 3 санға жалғастыр. Сандар тізбегі 157, 257, 357. Келесі сандар болуы мүмкін. А. 457, 357, 257. Б. 457, 557, 658. Және С. 457, 557, 657. Дұрыс жауабы С. 457, 557, 657. Үшінші сұрақ. Разряд деген сөзде қанша дауысты және дауыссыз әріп бар? А. 2 дауысты, 4 дауыссыз. Б. 3 дауысты, 4 дауыссыз. С. 2 дауысты, 5 дауыссыз. Дұрыс жауабы А. 2 дауысты, 4 дауыссыз. Төртінші сұрақ. 200-дік пен 500-діктің қосындысы 700-дікке тең. Берілген есептен қазақ халқы үшін қасиетті деп саналатын санды тап. А. 2, Б. 5, С. 7. Дұрыс жауабы С. 7. Халқымызда 7 ата, 7 қазына тағы да басқа ұғымдар қалыптасқан. Бесінші сұрақ. Табиғат сөзі 3 тілде қалай болады? А. Табиғат, природа, nature. Б. Табиғат, природа, water. С. Табиғат, природа, book. Дұрыс жауабы А. Табиғат, природа, nature. Жарайсыңдар балалар. Керемет жұмыс балалар. Бойымызды біраз сергітіп алсақ, онда 4-ші тапсырманы орындайық. 4-ші тапсырма. Семантикалық картаны орында. Берілген сандардың жүздігін, ондығын, бірліктерін анықта. Өзімізді тексерейік. 964 санында 4 бірлік, 6 ондық, 9 жүздік бар. 578 санында 8 бірлік, 7 ондық, 5 жүздік бар. 351 санында 1 бірлік, 5 ондық, 3 жүздік бар. 785 санында 5 бірлік, 8 ондық, 7 жүздік бар. Сенде дәл осылай шықты деп ойлаймын. Жарайсыңдар балалар. Сабақ соңында жетістік баспалдағы рефлексиясы. Сабақ барысында тапсырмаларды орындауда қандай көңіл күйде болдыңыздар, қандай қиыншылықтар болды, соған байланысты өзіңізді сатыда көрсетіп көріңіздер. Тапсырмалардың барлығын меңгерді деген ойдамын. Балалар, үй тапсырмасына екінші есептің үшінші бағанын, үшінші есептің үшінші бағанын беремін. Бұл есептердің алғашқы үлгілерін, алғашқы бағандарын мектепте орындаған болатынбыз. Сондықтан да сіздерде ешқандай қиындық туындамайды деген ойдамын. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.